Сәлем достар, сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Бұл бейнемізде біз сіздерге Азия туралы 10 таңғажайып фактіні ұсынатын боламыз. Ендеше кеттік. Сингапурда жұлдызды жауынгерлер роботынан шабыттанған ғимарат бар. Сіз дұрыс түсіндіңіз. Бұл беймаза сәулетшінің әзілі ғана емес еді. Экрандағы аналогының атымен аталған құм краулері Татуин құмдарынан металл сынықтарына арналған дроидтарды іздеуге дайын сияқты көрінеді. Алғаш рет 2013 жылға ашылған ғимаратта қазіргі уақытта Lucasfilm Ltd азиялық кеңселері орналасқан және анимациялық кеңселер мен ILM Сингапур орналасқан заманауи кешен болып табылады. Егер сіз жұлдызды жауынгерлердің жанкүйері болсаңыз, онда шетелде Сингапурда оқудың тағы бір керемет себебі болуы мүмкін. Бұл сізге құдіретті құм краулерін жеке көруге мүмкіндік береді. Жапонияның Киото қаласында 1600-ден астам ғибадатхана бар. Жапонияда оқуыңыз келе ме? 1000 жылдан астам уақыт бойы елдің империялық астанасы болған ежелгі Киотоға баруды ұмытпаңыз. Киотода 1,5 миллион адам қаланың көптеген мәдени мұралары мен тарихи ғимараттарының жанында өмір сүреді. Ежелгі Киотоның тарихи ескерткіштері ЮНЕСКОның бүкіл әлемдік мұралық орны болып табылады. Ал Кеннеди Дзей храмы көбінесе ең көне ғибадатхана болып саналады. Ол біздің заманымыздан 1202 жылы салынған және Жапонияға дзен буддизмді әкеледі деп есептелетін мұнақ Эйсайдың соңғы баспанасы болып табылады. Гонконг хош иісті айлақ дегенді білдіреді. Бұл қазіргі қалаға барған кез келген адам үшін одан да таң қаларлық факт болуы мүмкін. Гонконгтың орталық корпустан қарбалас спортқа, тіпті қазіргі таңдағы жаһандық қаржы орталығына ауысуы оның бұрынғы жағымды хош иісін өнеркәсіптік, заманауи қалалық хош иістермен алмастырған болуы мүмкін. Бірақ соған қарамастан, ол Азиядағы оқығысы келетіндер арасында шетелде білім алудың танымал бағыты болып қала береді. Өзінің бірегей тарихы мен мәдениетінің арқасында дүниежүзілік Азия қаласы Q Best Student Cities 2015 рейтингінде студенттерге арналған қалалар арасында әлемде 5-ші орында тұр. Бұл Азиядағы ең жоғарғы рейтинг. Қытай әр жыл тамаққа арналған 45 миллиард жұп таяқша шығарады. Жарайды. Қытайда адам көп десек те, бұл өте үлкен мөлшерді білдіреді. Өзінің тамаққа арналған ұлттық таяқша өнеркәсібінен басқа, кейбір Қытай мейрамханалары қазір ағартуды қажет етпейтін, ашық түсті ағашты жиі пайдаланатын американдық өндірушілер жасаған таяқшаларды импорттайды. Азияға саяхаттаған кезде тамаққа арналған таяқшаларды қолдану этикетімен міндетті түрде танысып алыңыз. Табақтың шетін тамаққа арналған таяқшалармен ұрған жаман естіледі. Ал қолыңыздағы таяқшалармен басқа келушілерді нұсқап көрсету өте дөрекі көрінетінін есте сақтаңыз. Оңтүстік Кореяда бойдақтарға арналған бөлек Валентин күні бар. Көптеген батыс мәдениеттерінде әулие Валентин күні 14 ақпан бір-біріне сыйлық сатып алған ғашық жұптар басым болады. Бірақ оңтүстік Кореяда мереке басқаша өтеді. 14 ақпан бұл әр айдың 14 күні аталып өтілетін 12 махаббат күнінің бірі ғана. Оңтүстік Кореяда ақпан айында әулие Валентин күні әйелдер ер адамдарға махаббат белгісі ретінде шоколад береді. Бір айдан кейін 14 наурызда ақ күн тойланады. Онда ер адамдар дәстүрлі түрде тағы бір сыйлықпен әйелдерге жауап қайтарады. Егер сіз ешқандай сыйлық алмаған болсаңыз, онда қорықпаңыз. Сіз үшін тағы бір күн бар. 14 сәуір қара күн деп аталатын бейресми мереке және бұл жалғыз басты адамдар жиналып, күннің атына сай Джэжэнгмэвон қара кеспені ішіп күн күлдейтін күн. Аты да қызық естіледі. Индонезияда 150-ден астам жанартау бар. Индонезия от сақинасы ретінде белгілі Тынық мұхиты тақтасының шекарасында орналасқан. Қазіргі уақытта елдің 127 жанартауы белсенді болғандықтан, оның бұл атауды қалай алғанын түсіну оңай. Индонезияның ең белсенді жанартауы Ява аралындағы Мерапи тауы. Ол әдетте 2-3 жылда бір рет атқылайды,
ал 10 жыл сайын немесе соған жуық уақытта ірі көлемді атқылау болады. Әсіресе 1006 жылы болған қатты атқылау бүкіл аралды күлмен жауып тастады деп айтады. Жапония 22 Нобель сыйлығының лауреатын шығарды. Бұл жан басына шаққанда кез келген басқа Азия елдеріне қарағанда көп. Жапония ұзақ уақыт бойы ірі технологиялық, мәдени және көркемөнер мемлекет ретінде мақтанышпен беделге ие болды. Ол 1949 жылы Хидеки Юкава елдің алғашқы Нобель сыйлығын алғанға дейін басталған. Юкава Киото императорлық университеттерінде теориялық физик болып жұмыс істеді. Ол субатомдық бөлшектер бойынша жұмыс үшін Нобель сыйлығын алды және Жапонияда және одан тыс жерлерде көптеген марапаттарға, соның ішінде 1964 жылы Ломоносовтың беделді алтын медаліне ие болған. Оңтүстік Шығыс Азия әлемдегі ең үлкен гүлдің отаны. Азия туралы гүлге негізделген қанша фактіні білесіз? Көп емес пе? Мынаны есте сақтау қажет. Малайзия, Таиланд және Индонезияның орманды алқаптарында өсетін рафлезия көлденеңінен 1 метрге дейін үлкен гүлдер шығарады. Олардың ерекше пішіні мен өлшемі оларға символдық мәртебе берді. Ал рафлезия Индонезияның ресми мемлекеттік гүлі ретінде қабылданды. Алайда, егер олардың біреуін шетелде жүргенде кездестіріп қалсаңыз, тым жақындамаңыз. Рафлезия өзінің сыртқы түріне және тозаңданушы жәндіктерді тарту үшін пайдаланатын жағымсыз иісіне байланысты ауызекі тілде мәйіт гүлі немесе сасық қылала гүл ретінде белгілі. Және де Азия әлемдегі ең кішкентай сүтқоректілердің отаны. Батыс Таиландта киттей шошқа мұрынды жарғанаты бар. Оны кейбіреулер әлемдегі ең кішкентай сүтқоректілер деп санайды. Ара жарғанаты деп те атайды. Бұл кішкентай жарғанаттар жыл сайын бір тұқымнан туады және әдетте үңгірлер шамамен 100 дарақтан тұратын колонияларда өмір сүреді. Олардың қауіп төндіретін күйіне қарамастан, бұл түрі 2001 жылы Бирмада табылған. Бұл жарғанаттың туған жері Таиландтан тыс жерлерде жаңа колониялардың пайда болуына үміт берді. Индонезия әлемдегі халық саны бойынша 4-ші ел. Одан кейін Азия туралы таңғажайып фактілер тізімінде Индонезияның халық саны бойынша әлемде 4-ші орынға ие болу үшін Қытай, Үндістан және ақш-тан кейін келе жатқанын білесіз бе? Елдің жалпы жер көлемі Техас аумағынан шамамен 3 есе үлкен және шығыстан батысқа қарай 5000 шақырымнан астам аумақты алып жатқан әртүрлі мөлшердегі мыңдаған аралдардан тұрады. Бұл үлкен аумақтың әртүрлі мәдениеттер бар. Аралдан аралға дейін әртүрлі әдет ғұрыптары мен дәстүрлері бар ұлттың пайда болуына себеп болды. Осымен бұл бейнеміздің соңына келдік. Егер бейне ұнаса лайк басып, өз ойларыңызды пікір алаңға жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де бізге тіркеліп, әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар.